Сәлем балақай, өзіңмен бірге логопед Ләззат апай. Бүгінгі біздің сабағымыз Р және Л дыбыстарын ажырату болмақ. Сабағымыздан өзің тақырыбына көріп отырғандай, біз Р, Л дыбыстарын кейде шатастырып жатамыз. Сол Р, Л дыбыстарын шатаспай, анық айту үшін осы тақырыпты саған ұсынып отырман. Р дыбысын айту үшін тілімізді жоғарғы тістің бұдырларына барып тигізіп, дірілдетеміз. Р деп. Ал Л дыбысын айту үшін тілімізді жоғарғы тіске көтеріп, тістің артына қойып, Л деп айтады екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Р, Л дыбыстарын буында, сөзде, сөйлемдерде ажырату екен. Кәне балақай, Р мен Л дыбыстары дауыссыз дыбыстарға жатады, өзің білетіндей. Кәне екеуміз бірінші сабағымызды артикуляциялық жаттығулардан бастайық әдеттегідей. Айнаңды алып, артикуляциялық жаттығуларды жасап алайық балақай. Кәне бүгінгі сабағымыздағы артикуляциялық жаттығуларды ертегі желісімен жасайықшы. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, баяғы өткен заманда, сонау бір алыс жерде бір үйшік болыпты. Ол үйшікте әдемі бір тіл өмір сүріпті. Тіл ерте тұрып, тісін жуыпты. Содан кейін кесеге шай құйып, тәтті тосаппен шай ішіпті. Шай ішіп болған соң ол сыртқа шығыпты. Сыртқа шығып, қоршауға барыпты. Қоршауын әдемілеп тұрып сырлапты. Қоршауын сырлап жатып, алыстан оған қайық көрініпті, желкені бар. Сөйтсе ол елес екен. Содан ол орманға барып саңырауқұлақ тереді. Саңырауқұлақ теріп жүріп, кішкентай ғана баян тауып алады. Баянды әрі-бері тартқылап ойнайды. Содан кейін ол өзінің жақсы көретін атына отырып, әрі-бері шапқылайды. Міне балақай, біз екеуміз бірге ертегі желісімен тіл жаттығуын жасап шықтық. Әр жаттығуды 10-15 секундтан қайталап, ішімізден 10 рет санай отырып жасайық. Бұны ұмытып кетпе, есіңнен шығарма. Жақсы балақай, енді екеуміз сабағымызды бастайық. Кәне, Р, Л дыбыстары кездесетін буындарды дұрыс айтуға дағдыланайық. Бастайық кәне. Ра, ла. Ро, ло. Ру, лу. Р, Л. Ро, ло. Жарайсың балақай. Келесі. Ар, ал. Ор, ол. Ур, ул. Ыр, ыл. Ор, ол. Тамаша. Ары қарай жалғастырайық. Ра, ла, ра. Р, л, р. Ро, ло, ро. Ро, ло, ро. Жарайсың балақай, мен кідіріс жасағанда сен қайтала. Ар, ал, ар. Ыр, ыл, ыр. Ор, ол, ор. Ол, ор, ол. Жарайсың балақай, сен де буындарды мен құсап
дұрыс айтты деген ойдамын. Келесі тапсырма бізде сөздер беріледі. Сол сөздерде Л дыбысы бар сөздің орнына Р дыбысын қойып, дұрыстап, анық айтайық. Кәне бастайық. Қала. Қара. Шал. Шар. Құлақ. Құрақ. Қал. Қар. Жарайсың, балақай. Өзің байқағандай, Л дыбысының орнына Р дыбысын қойсақ, басқа сөздер шығады екен, иә? Осылай өзің дұрыстап, оқып, қайталап үйрен. Келесі тапсырмамыз біздің мына кішкентай араны байқадың ба, жоғары жақта бұрышта тұрған? Сол араға біз бал жинауға көмектесейік. Ол бізге бал жасап, гүлдердің шырынын сорып, бал жасайды екен. Гүлге жету үшін біз мына көріп отырған суреттегі әрбір заттың атын дұрыс, анық айтсақ, ол гүлге барып бал жинайды екен. Кәне бастайық. Араның қасындағы ең бірінші сурет лақ. Робот. Жаңбыр. Жылан. Қасқыр. Түлкі. Сусиыр. Піл. Өрік. Алма. Қарбыз. Лимон. Таңқурай. Құлпынай. Қарақат. Жарайсың, балақай. Міне барлық сөздерді менімен бірге дұрыс айтты деген ойдамын. Осылайша біз араға көмектестік. Араны балға, гүлге жеткізіп, бал жинауына мүмкіндік туғыздық, балақай. Келесі тапсырмаға көшейік. Жұмбақ шешу ермегіміз. Сен жұмбақ шешкенді білесің ғой? Кәне мен жұмбақ жасырамын, сен оның шешімін айта ғой. Ерте тұрдым, 2 айыр жолға түстім. Я, балақай, дұрыс айтасың, бұл шалбар. Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Әрине, бұл жұлдыздар. Әрі тәтті, әрі сопақ, татқан жанды, таңыр қатты. Бұл алмұрт. Бөлме алды шапшағын, ашсаң есік қақпағын, жол береді кісіге, кіресің үй ішіне. Бұл не екен? Дұрыс айтасың. Табалдырық. Жисаң таяқ қысқа ғана, жайсаң жайлақ баспана. Бұл не, балақай? Дұрыс. Ол шатыр. Түгі қара мақпалдай, түсі сарала жаққандай, ұшса оқтай зулайды, көкте жұлдыз аққандай. Қай құс екен? Қарлығаш. Жарайсың. Орманда өсіп қалпақ тұр, қуырғанда бал татыр дәмі. Бұл не? Әрине, балақай. Бұл саңырау құлақ. Кәне, балақай, өзің байқағандай, бұл жұмбақтың шешімдерінің барлығының артында Л және Р дыбыстары кездеседі екен. Кәне, сөздерді дұрыс оқып, дұрыс айтуға дағдыланайықшы. Міне, көріп отырғандай, шал бар, ал мұрт, табалдырық, қол шатыр, қарлығаш, балалар,
орамал, саңырау құлақ. Жарайсың балақай, сен де менімен бірге сөздерді дұрыс және анық айтуға үйреніп келе жатырсың деген ойдамын. Балақай, бұл тапсырманы бірнеше рет қайталап, үйреніп, дұрыс айтуға дағдылан. Келесі тапсырмамыз сөйлемдерді оқиық. Сөйлемдерді оқу үшін саған суреттер көмектеседі. Кәне, сөйлемдерді дұрыс және анықтап оқиық. Омартада ара мен бал бар. Лаура, таңқурай, құлпынай, қарақат терді. Рауан, барабан, ал Ләззат домбыра ойнады. Міне балақай, сен сөйлемдерді де, суреттерді пайдалана отырып, дұрыс оқыды деген ойдамын. Балақай, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Саған мен үйге жаңылтпаш берейін. Үйдегі ата-анаңмен бірге жаңылтпашты жаттап, оларды жаңылдыруға тырысып көр. Кәне, жаңылтпашты оқиық. Қара қарғаларға ала қарғалар үйір. Ала қарғаларға қара қарғалар үйір. Кәне, жылдамдатып оқиық. Қара қарғаларға ала қарғалар үйір. Ала қарғаларға қара қарғалар үйір. Өте жақсы балақай. Сен де осы жаңылтпашты үйден мен құсап жаттап, жылдам айтады деген ойдамын. Балақай, бүгінгі сабағыңа назар қойып тыңдағаның үшін рахмет саған. Сау бол. Келесі сабақта жолыққанша.